Салам алейкум, братан. Жақсы ата, өзіңіз қалайсыз? Маған магазиннен мороженое алып бересіз бе? Саған мороженейді төбеңнен жаңбырса төгіп ойналай. Рахмет ата, жақсы көрем ғой сізді. Сен қайдасың? Қашан келесің үй жаққа? Үйге қашан келесің? Нәргес? Маған айтып жатсыз ба? Мен қалада болғым келеді ата, мен ауылға барғым келмейді. Мен қалаға көшіп квартира алам, өзің кел енді үйге. Ана өткенде әдемі көйлегіңді кией. Ата мені Алмаз папам жібермейді, оқы дейді сабақ. Сен қай жастасың ай өзіңе? Мен өзім сөйлесейін қазір. Наргиз қызым кәпсе тұр. Алмаз, қалайсың қайната? Мен енді жасым біразға келсене, мына Наргиздің көңілім жарасы болды енді. Көкем мен енді қызымды жібере алмаймын енді. Тек арасында қызымның көтші осырады екен, сіз оның енді көбейтіңіз. Енді жаны бардың, жері барды дейді. Ол қасымызда Ақнөте тушителіміз, асвителіміз бар ғой. Білмеймін. Қорада ешектермен бір бәле істейді дейді сізді, ата сол рас па? Тек мен өзім сенбедім енді ата, тек сенуге тек мен көрдім ғой, мен көрдім. Адамдарды сенбеу құртады. Енді мына Наргиз кішкентай құртады, айналайын. Наргиз кішкентай қыз емес па, құрсын немереңіз бен емес па, ата ол не, мен түсінбедім ол. Қораға кіріп қалсам, есек тұр. Табуретке қоймаған атамның боты шешілген деп қой. Мұнда қасымдағы қыздан ұят болды ғой. Ұялмайсыз ба? Қаншама жас қыздар не істеп отырсыз? Кет ай, ұяттық, не қылды? Ата, сіз енді бәрін қойып енді еректерге шығарыңыз ба? Сен қыздай, сен дұрысын бәдің ай. Есек өзі жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Ол жағы есектің өзі маған бірінші бастады. Бастап мойнымнан сүйді. Көке, мен тыңдаңызшы, өш жерде енді нәзік маған деп сенбей, таза ешектің өзінен сұрайық. Ешек не дейді екен? Ешек сізбен болған ба екен, болмаған ба екен, тазасын ешектің өз аузынан естиік. Ешек не дейсіз? Білмеймін, артынан келді айтыр, шалбарын шешіп келатты. Тебейін дедім да, мен де қурап тұрғаным бар еді. Бұл ешек маған жала жауып жатыр. Кемпірімнен айырған осы. Кемпірімізбен екеуінің ортамызға түсіп, көзіммен салдың есекпен деп, ол да маған ренжіп бегемотпен кетті. Қазір бегемоттан 3 баласы бар. Біреуі Бегімай, екінші Бекболат, үшіншісі Бақтыбай. Бұдан басқа. Ата, сіз не деген адам? Жауап аузыңда яп. Ата, қойыңыз боқтамаңыз, мен үйден кетем. Сені ұстап тұрған ешкім жоқ. Сен кет аяққа. Есікті сыртынан жа. Осы тұста, құрметті достар, осы тұста ешектен сұрадық, Наргиздан сұрадық, мен папасынан сұрадыңыздар. Дәл осы тұста атамыздың өзінің бәйбішесінен сұрайық. Багдана студиямызда. Өзіңіз айтсаңыз, я. Қош, мен сөйлем оймауын білбесем болмау. Подружка, ұялма, сөйлей бер. Бағдәулет, рахмет. Қожа, ұяламын. Рахмет. Кім жіберіп атыр мынаны көріп тұр. Нұртауле дейді, рахмет. Нұртауле, рахмет. Маған шафы кигізіп, я.